Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, әлеуметтік желідегі жазылушылар, достар. Бүгін сіздерге қошқарларыма қалай қарайтынымды кішігірім айтып кетем, түсіндіріп кетем. Бұл видео әлеуметтік желіде, WhatsApp'та ең көп таралатын видео болады. Көресіздер, себебі қызықты ақпараттар айтам. Америкадан алып келген витаминдер туралы айтам. Мынау Ваканда деген күшігім айтып кетейін. Өзі бір камераны жақсы көреді. 5 айлық күшік, қарабастың линиясы бар Ваканда. Съемка жасаймыз. Так, міне, мынау жарма бидай. Арнайы жарылған бидай. Қошқарларға осындай жарма бидайды берген өте пайдалы. Егер тек ірі бидай беретін болсаңыздар, оны кәдімгі ыстық суға қайнатып, бұқтырып барып берген жақсы. Егер ірісін өзін беретін болсаңыздар, бұқтырмай, ол бойына дарымайды. Бір кәсіби бір қошқар бағушы, 10 жылдық, 20 жылдық тәжірибесі бар адам сияқты айтып жатырмын ғой. Ендігі бір хоббия жин, жан-жақтан ақпарат жинадық, қошқар асырама салдым. Сөйтіп, өзімізше білгенімізбен осылай бөлісіп қойын деп жатырмыз. Қазір мені біраз адам осы қошқар саласы бойынша танитын болды. Сондықтан өзімнің бір өмірімнің бір бөлігін қалай қошқарға қараймын, соны бір көрсетейін деп шештім. Мен біреуге бір нәрсе үйретпеймін. Жалпы мен не істеймін, соны көрсетемін. Мүмкін біреулеріңізге бұл ұнамауы мүмкін, бұл тәсіл, біреулеріңіз басқаша бағуларыңыз мүмкін қошқарды. Менікі енді осылай. Міне, осылай жарма бидай. Америкадан мынандай витамин алып келдім. Бұның камераға көрсетейін. Бұның құрамында қандай витаминдер бар екен. Таймас, таласпаңдар. Міне. Енді D3A витамині қанша мөлшерде қосылғаны, қалай бөлу керек, B12 міне. Бәрін көрсетіп қойын. Егер витамин түсінетін болсаңыздар, Google-ға жазып жіберсеңіздер, өте жақсы. Бұл витамин және электролайт дейді. Негізі бұны суға қосып береді. Кәдімгі қошқарлардың ішетін суына араластырып береді. Бірақ мен енді өзімше басқа тәсіл шығардым. Қазір мынаған жемге су қосам, сондықтан бәрібір ішіне барады ғой деп дұрыстап жатырмын. Шамамен міне мынандай бір уыс үстіне қосамыз. Электролайт. Бұл не үшін пайдалы? Бойдың өсуіне, қошқардың тәбетінің ашылуына өте керекті витаминдер осының ішінде қамтылған. Одан кейін ең маңызды витаминнің бірі мына ағайын. Мынаны Америкадан арқалап алып келдім. Арнайы енді ешкілерге, қойларға арналған витамин. Бұның ішінде де міне қараңыздар, неше түрлі құрамын қараңыздар. Кальций бар, тоз бар, содиум, магнезиум, мед бар, цинк бар, витамин А, витамин D3, витамин Е бар. Бұның барлығы қошқардың бойының жақсы өсуіне, тәбетінің ашылуына өте қажет, өте керек, және қан айналымын жақсартады. Әбден зерттедік. Одан кейін бұны қосып алайын. Бұның ішін көрсетейін айтпақшы. Бұл өзі бір бөлек. Қараңыздар. Әртүрлі витаминдердің минералдар ғой. Осыны қосамыз. Енді көп адам, мен өзі табиғатынан мынандай адаммын. Бір нәрсе істесем, соны бір жетесіне жеткізіп, шыңына шығарып, барынша, мейлінше әдемі, күшті қылып істеуге тырысам. Сондықтан әшейін бір жемді суға малып бере салсам да болады, бірақ ондайды мен ұнатпаймын. Барынша әдемі қылып берген жақсы көремін. Қошқарларым жылтырап, керемет болып басқалардан ерекшеленіп тұрса деген ниетпен. Одан кейін мен енді Ваканда сәл ойнап тастапты. Мынау кәдімгі мед. Купер. Бұны да Америкадан алып келдім. Арнайы капсулада, бір қара зере май сияқты бір капсулада істелінген. Капсулаға салынып қойған. Бұны енді қойдың аузына салып жіберсе де болады. Бұл не үшін керек? Зерттеп қарап, оқысам, ізденсем, жүнінің жылтыр болуына, кей қошқарларды, кей қойларды білесіздер, жүндері ағарып кетіп жатады. Сол жүнінің ағарып кетпеуіне, өзінің табиғи жүнінің сақталуына өте пайдасы мол. Кей қошқарларды білесіздер ғой, айғырларды, аттарды жылтырап жүреді. Осы мыстың өте сол жүннің жылтырауына пайдасы өте күшті екен, және сүйекке де өте мықты. Бұны қошқарлардың аузына
салып жібермеймін, себебі мен қошқарларым қазір қозы әлі 7 айлық 8 айлық, сондықтан біреуін алып осылай витаминдердің арасына мұны шашамын. Кішігірім су қосамыз. Әдемелеп араластырдым, тамаша қылып. Қарап қойсаңыздар болады. Бұны енді жеген кезде қазір көресіздер. Қалай жейтінін, ешқандай шаң тозаң жоқ, мұрнына кіріп кетпейді. Әдемі баптадық, мынаның ішінде қандай минерал, қандай витамин барын өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар. Жалпы бұл менің хоббиім, маған ұнайды. Қошқарларға осылай қараған, әдемелеп қараған, баптап қараған ұнайды. Қазір қозы кезінде беріп, қозы кезінде үстіп өсірмесе, керекті қажетті витаминдерін бермейтін болса, онда ертең өскеннен кейін сен ойлағандай биік, сен ойлағандай ірі, сен күткенде керемет қошқар болып өспейді. Ал егер шынымен де мықты қошқар болып өскенін қаласаң, қозының онда баптап, былай айтқанда уызға жарыған қылып, витаминге жарыған қылып берген керемет. Жүріңіздер, қошқарларымды көрсетейін қазір. Қойларымды көрсетейін. Мына жақта қызық болып жатыр өз қорада. Сендерге асықпаңдар, сендерге басқасын береміз. Қалайсыңдар, қозы қошқарлар, Техас, Сникерс, Алтынбет. Кәні. Pour l'instant, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec 0 mot. Pourtant, aucun jour sur cette terre. Ас болсын, өсіңдер, өніңдер, дәу қошқар болыңдар. Әр қошқарыма әр түрлі ат қойып қойғам. Мына қошқарым міне Техас деген қошқар. Тұмсығы дөң тұмсық, көріп атсыздар өз бұзықмын. Сүзеді. Қой. Әдейі атын Техас деп қойдым. Бұның да линиясы тегі күшті, өте мықты қошқар. Мынау Сникерс деген қошқарым. Бұл кеше ғана $40,000 сатылған қошқардың баласы өзінің. Мына Сникерс. Мына қошқар Кенжал деген қошқардың баласы. Бұның анасы мынау кеше $40,000 сатылған қошқардың қызы. Құдай қаласа бұл қошқарда әдемі болады. Бақанда не болды? Не болды? Көргің кеп тұр ма? Кел, ма, көр, міне, жеп атыр, көрдің ма, жеп атыр. Дос болып қалды бұлар қазір, бәрі бір қорада бар. Ол көріп болдың ба, бар аройна. Келесі жылдың 2022-нің сентябрінде 1,5 жасар болып қалады. Қойға түсуге, ұрпақ өрбітуге дайын болып қалады. Соға дейін ұстаймыз, нәсіп болса. Қазір мына жақта қозыларымды көрсетем, қойларымды көрсетем. Tu m'as même comparé à Lucifer, non mais j'hallucine. Мына жақтан шөпті сырттан беретіндей қылып әдейі терезе қалдырып қойғанбыз, ішіне кіріп жүрмейміз. Бұлар да үйреніп қалды. Қалайсыңдар? Бұлар қойлар. 15 шақты қой алып қойдым. Бұлардың да линиясы таза, Құдай қаласа. Бұлардан шыққан қозылар да өте керемет қозы болып туылу керек. Күтіп жатырмыз. Бұл енді бірден айтайын, біз қалада тұрамыз. Сондықтан бір әдемі қора салуға, кең дәу қора салуға әлі мүмкіндік жоқ. Құдай қаласа, алдағы 1-2 жылдықта, 5 жылдықта дейміз ба, білмеймін енді. Үлкен қора салып, кәдімгі 200, 300, 500 қой, 50-60 қошқар асырау жоспарда бар. Әзірге қаланың ортасында осындай қойларды бағып жатырмыз. Не үшін бағып жатқанымды қазір айтамын. Сендерге емес, сендер туған жоқсыңдар әлі. Туған кезде береміз. Қойлардың өзін қараңыздар, қылшық бұйра емес, міне жүндері қандай. Қозысы міне ұрғашы. Құдай қаласа, бұл да болашақта әдемі гисарларды дүниеге әкелетін керемет қозы болады. Бұл гисарский қойлардың ерекшелігі, маған өзіме ұнайтыны, жүндері қараңыздар, қылшық болады. Көрдіңіздер ме? Бұйра емес, қылшық жүнді. Міне қандай керемет. Одан кейін міне құлақтары ұзын болады. Құлақтарын қараңыздар, қандай ұзын. Мынау
Құдай қаласа кішкене қозы, еркек. Бұйыртса міне керемет қошқар болайын деп тұр. Бұған әлі 1 ай болған жоқ туылғанына, бірақ өсіп, дамып, ерекше болып қалды. Салмағы да ауыр. Жүнін қараңыздар бұның да міне. Жүні қылшық, құйрығын қараңыздар қандай келіскен, құлағын қараңыздар қандай келіскен міне. Құдай қаласа бұл да бір керемет үлкен қошқар болады. Бүгін түнде туды міне. Бірақ бұл бірінші тума болғаннан кейін не үшін байлап қойдық, түсіндірем қазір. Бұл бірінші тума. Бірінші тума болғаннан кейін әлі аналық мейірімі оянған жоқ. Сөйтіп қозысын қарамай қойды. Қозысын алған жоқ былайша айтқан кезде. Сөйтіп өзі достарымыз бар, сұрадық, қозысын алмай жатқан қойды не істейміз, қалай өзінің бір мейірімін оятамыз деп сұрасам, әртүрлі тәсілдері бар екен. Енді күлкілі тәсілдер де бар, оны айтпай-ақ қойын. Әртүрлі тәсіл бар. Ең жақсы тәсілі міне қойдың басын тартып, жоғары қарай керіп тастайсыз. Енді біз істеп қойдық бұны, былай көрсете салайын. Бүйтіп керіп қойғаннан кейін қимылдай алмай қалады қой міне. Сөйтіп қозысы аш болғаннан кейін өзі енесінің желін тауып міне емшегін тауып ем жатыр. Сөйтіп жаңа түсте бір емізгеміз. Міне жаңадан туылған қозы. Құдай қаласа үйреніп қалды. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos 2 corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant par loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire nous... Бұл да бір қызық, бұл да бір рахат демалыс негізі. Америкада жүрген кезде, Тынық мұхитының жағалауында, Лос-Анджелесте жүрген кезде, осыны сағынам ғой. Исті қарсаңыздар қандай керемет. Мына жақта. Әлі тәжірибесі жоқ. Аяғын сәл ашай. Давай. Мұның үстінде, мұның. Енді үстінде. C'est le chaos, regarde-nous le destin pas honte, les dieux pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps. Жалпы қойларға да күнде 1 мезгіл түсте жем берем, ал 2 мезгіл осындай жоңышқа шөп берем. Жоңышқа қымбат, 1800 теңгеден алып келдік. Құдай қаласа енді көктемге дейін осы жақта ұстаймыз, тудырып аламыз, туғандардың барлығын арғы бөлмеге кіргіземіз. Сөйтіп, Алла қаласа көктемде жақсы төлдер алуға ниеттеніп отырмыз. Бұл қойларға бойы 1,7 сантиметр болатын, яғни 107 сантиметр, 1 метр 7 сантиметр болатын Максимус деген бір керемет әрі дәу қошқарды қойдық. Құдай қаласа қозылары мықты болып түседі. Жақсылап баптау керек. Сөйтіп, бұл қозыларының өзі біраз қымбат баға болады. Өздеріңіз білесіздер, интернеттен оқып көріп жүрсіздер. Өткенде шоколад деген қошқарымды $4000 сатқан едім. Бұйыртса бұның қозылары $5000-10.000 дейін барады. Әр адамның жалпы бір мақсаты болады ғой. Негізі мен қойларды, қошқарларды бағып асырап жатқанда мақсатым бір кәсіп қылу емес, хобби. Кәдімгі Америкада 3-4 айлап жүреміз, сол жақта шаршаймыз, демалғымыз келеді. Бір ауылда өскеннен кейін, кіндігіміз ауылға байланғаннан кейін, осылай бір ауылдың иісін сағынамыз. Өзіміз қазір қалада тұрып жатырмыз, ауылда тұрып жатқан жоқпыз. Дегенмен осы 8 соттық жердің аяғында осылай кішігірім қора сап қойғанмын. Көршілерге де рахмет. Енді қатты иісі шықпайды, бірақ дегенмен ойбай неғып қой асырап жатсыңдар деп әлі ешкім айтқан жоқ. Соны айтайын деген біріншісі бұл хобби, демалыс. Одан кейін бұл неден басталды жалпы? Енді әртүрлі демалыстың түрі бар ғой, адам әртүрлі демалады. Біз енді ауылда өскеннен кейін бала шағамыздың да бір ауылдан қол үзіп қалғанын қаламаймыз. Ауылдың баласы болып өскенін қалаймыз. Аллаға шүкір, қазір 3 ұл тәрбиелеп отырмыз. Олар бір қой көрсе, тауық көрсе, ит көрсе шошып, ойбай деп қашып кететіндей болып өспесе екен деген ниетпен қой бақсын, қойдың астын тазаласын, қойды ұстасын деп сондай бір ниетпен бағып отырмыз. Баланы тәрбиелеудің бұл бір тетігі. Қойына жем сала алған бала,
асын тазалай алған бала, уақытылы суын берген бала белгілі бір деңгейде жауапкершілікті мойнына жүктеп, жауапкершілікпен өседі. Қойына қарай алған бала басқа нәрсені де уайымдай алатын бала болып өседі. Бұл бір жауапкершіліктің бір тетігі десек те болады. Осындай әртүрлі мақсат бар, әртүрлі ниет бар, алдағы үлкен жоспарлар бар, жобалар бар. Сіздерге көрсетіп қойған себебім, қаланың ортасында да осылай бір асырауға мүмкіндік бар. Енді көбіңіз ауылдың адамдарсыздар ғой, ауылдың балаларсыздар, ауылдың жігітсіздер. Сондықтан мүмкіндік болса, қошқар асыраңыздар, қой асыраңыздар. Қой асырағанда да, қошқар асырағанда да асыл тұқымсын асыраңыздар. Басқалар жеген шөпті бұлар да жейді, ешқандай ерекше бір күтім қажет етпейді. Қараңыздар, белі ұзын, жүнін қараңыздар, қылшық жүн, құйрығы қандай керемет. Осындай қойлардан керемет қозылар туылады, керемет қошқарлар болады. Сөйтіп құмына асылдандырамыз. Құдай қаласа. Ниет сол, мақсат сол ағайын. Осы бір кішігірім шаруашылық деуге де келмейді. Сіздерге көрсетіп, өзімнің хоббиімді айтып, хоббимен бөліскім келіп түсіріп жатқан видео ғой. Әрине, атқа да қызығам, жылқыға да қызығам. Келе Алла нәсіп етсе, кең жер болып жатса, ертең бір ауылдан жер алып жататын болсақ, қора саламыз, көкпар шаптырамыз, ат баптаймыз. Әрине, оның бәріне бейби степ дейді ғой, степ бай степ, жай-жай, біртін-біртін, әсте-әсте болатын дүниелер. Әзірге шаруа осы. Шаршамаңыздар, тамашалағандарыңызға рахмет. Қандай витамин беретінін көрсеттім, қалай қызығатынымды көрсеттім. Әр адамның қызығушылығы әртүрлі ғой. Біреу ресторанға барып демалған жақсы көреді, біреу моншаға барып демалған жақсы көреді. Енді жаман нәрселерді айтпай-ақ қойын. Менің демалысым осы міне. Қойлардың арасында қараңыздар. Өзімнің арнайы киімім бар. Бұлар да маған үйреніп қалды.